Сәлем достар. Бүгін біз «Американский пирог свадьба» фильмінің сюжетін талқылайтын боламыз. Здесь так жарко. Джим мен Мишель 3 жылдан бері қарым-қатынаста. Университетті аяқтап, жігіт ұсыныс жасау үшін қызды ресторанға шақырды. Жүзігі бар қорапты майлықтың астына жасырып, ол тосын сыйын дайындайды, бірақ оны әкесінің қоңырауы алаңдатады. Сөйтсе Джим неке жүзігін үйінде ұмытып кетіпті, және оны әкесі ресторанға әкелгенше уақытты соза тұруы керек. Мишель мұны түсінбейді және майлықсыз-ақ істей алатынын айтады, өйткені оның ерекше әдістемесі бар. Жігіттің салтанатты сөзін басқаша түсініп, қыз үстелдің астына кіреді және өзінің сезімінің шынайылығына күмәнданбауға мәжбүрлейді. Көп ұзамай ресторанға Джимнің әкесі келді және Мишельді кездестірмегесін ол ұлына жүзікті берді. Ашық сырласуды шешіп, ер адам жүзік ұсынудың маңызды қадам екенін ескертті. Үстелдің астында отырған қызға арналған тосын сыйды құртып алатынынан қорқып, Джим ұсыныс туралы ойланбағанын айтты. Әкесі жігіттің өзін-өзі сезінуіне уайымдайды және оның демалуы керек екенін шешеді. Үстелден тұрып, Джим осында отқандарды өзінің сыртқы көрінісімен шошытты, өйткені Мишель оның шалбарын түсіріп тастаған. Жігіттің әкесі де қызды үстелдің астынан көріп, қатты таңқалуда. Өзін ретке келтіріп, Джим сөз салды және Мишель оның әйелі болуға келісті. Бірнеше күн өткесін жұптар өздерінің достарына отау құру ниеттері туралы айтады. Кевин мен Пол Джимді түсінбейді, өйткені айналада уақытты көңілді өткізуге болатын қыздар толып жатыр. Мишель жігітті биге шақырды және тойды олар мұнсыз да өткізе алатындарын түсінді, өйткені бұдан жарақат алу қаупі жоғары. Көп ұзамай барлығы тойға дайындықты талқылау үшін және Мишельдің ата-анасымен танысу үшін Джимнің ата-анасының үйінде жиналды. Алдағы той жөнінде естіп, мұнда Стив Стифлер де келді. Оның мінезі мен өзін-өзі ұстауынан Мишель мен Джим жігітті тойға шақырмауды шешті, бірақ Стифлерге бұл кедергі емес. Шақырылмаған қонақты көріп, Джим онымен сөйлесуге тырысты, бірақ Стив өзінде жолдасында тортпен қамтамасыз етіп үлгереді. Өздерін ретке келтіре бергенде оларға ит кедергі келтіріп, тортты жалай бастады. Ата-аналар мен басқа да қонақтар ең ыңғайсыз сәтте бөлменің есігін ашты. Пол және Кевинмен сөйлескесін, Стив олардың достары жақында үйленетінін біледі және ұлдар отырысын ұйымдастыруды ұсынады. Джим мұндай іс-шараларға қарсы, өйткені тойдың керемет өткенін қалайды. Стивпен сөйлесуді шешіп, Джим досының жаттығуына келді және Мишель екеуі оны тойда көргілері келмейтінін мойындады. Мұндай құрметсіздік Стифлерді ренжітті, өйткені ол досының жеке өмірімен айналысқан және оның көмегінсіз Джимнің қолынан еш нәрсе келмейтін еді. Одан бөлек күйеуді тойға тек Стив қана дайындап, билеуді үйрете алады. Мишель барша той дүкендерін аралады, бірақ сол бойы сәйкес көйлек таппады, өйткені ерекше болғысы келді. Чикаголық ұста туралы біліп, оның сол кісіге тапсырыс бергісі келеді, бірақ бұның мүмкін еместігін түсінді. Болашақ жұбайын қуандыруды шешіп, Джим достарымен бірге басқа қалаға беттеді. Леслидің жұмыста емес, әлдебір түнгі клубта екенін біліп, жігіттер бөлінеді де ұстаны іздеуге кіріседі. Бәрінен де сәттілікке ең жақыны Стив болды. Ол кездейсоқ бір жынысты еркектердің барына кіріп кетті. Аюмен танысып, ол оның құрбысы болғысы келмейді және достарын кездестірген соң ол клубтан шығып кетуге асықты. Әлде бір сәтте жігіттер Аюдың Леслиді танитынын білді және осында қалуды шешті. Жергіліктілер натуралдарды менсінбейді және көмектесуден бас тартты, өйткені олар талғамдарына сай емес. Стивті бұл сөздер ренжітті, өйткені ол әжептәуір сексуалды жігіт. Ол қызды да жігітті де қоздыра алады. Мұны дәлелдемек болып, Стив Аюмен бірге би сайысын ұйымдастырды. Мұны көріп, Лесли Мишельге көйлек тігуге келіседі және оның қоңырауын күтуде. Аюдың Стивке басы кетті және оның іші пысқан кезде қоңырау соғу үшін жігітке нөмірін қалдырды. Пол мен Мишель тойға ұшып келген қыздың әпкесін кездестіреді. Әжетханада Кейденс қарым-қатынастан шаршағанын мойындайды және бір түндік еркекті қалайды екен. Қыздардың әңгімесін тыңдап, жігіт бұл рөлге керемет үйлесетін альфа еркектің кейпін танытты. Көп замай Стив оған салмақты жігіт керек екенін айтып отырған Кейденсті байқады және лайықты үміткерлікті бейнелеуді шешті. Сырт келбеті мен сөйлеу мәнерін өзгертіп, Стифлер Мишельді ғана емес, оның анасын да сындырады. Гүлдерді таңдауға көмектесіп, Стив Кейденске және оның отбасына жақындады. Кездесу барысында ол тамаша тәрбие мен әдебиет бойынша білімін көрсетті. Бірақ қыз маңызды тақырыптардан шаршады және кішкене босаңсып алғысы келеді. Сәтті тиімді пайдалана отырып,
Пол тағы да мачо кейпін танытты және оны қоздыра отырып Стивтің мұрнының астынан алып кетті. Джимнің бұдан былай Мишельден басқа ешкіммен жақындаса алмайтынын түсініп, достар ұлдар отырысын ұйымдастыруды шешті. Аюмен байланысып, олар ең жақсы стриптизершаларды шақырды. Көп ұзамай үйге Мишельдің ата-анасына кешкі ас ұйымдастыруды шешкен Джим келеді. Шақырылмаған қонақтарды көріп, достар стриптизершаларды жасырады және үйдің әр бұрышына жасырынып қалады. Бірінші болып аш аю ұсталды, бірақ вино ұсынушы кейпін танытып, қолайсыз жағдайдан шыға білді. Бірнеше минуттан кейін оларға үй қызметшісінің кейпіндегі стриптизерша қосылды. Болып жатқанның бәрі ойын-сауық бағдарламасының бөлігі деп санап, ол ұлдар отырысын ашып бере жаздады. Шалбары мен көйлегін іздеп жүрген Пол әңгімеге араласты және үй қызметшісі өзін қалай ұстау керектігін есіне салды. Мишельдің анасы үйді өзі ретке келтіруді шешіп, ағаш бөлменің есігін ашқанда байлаулы Кевинді тапты. Жігітті ұрлап кеткен деп ойлап, ол оған көмектесуге тырысады, бірақ осы кезде полиция кейпіндегі екінші қыз пайда болады. Мишельдің әкесі көрініске бағасын берді және оған қатысуға қарсы емес, ал оның жұбайы сұрақтарды қоюын жалғастыруда. Жағдайдың бақылаудан шығып кеткенін түсініп, Стив келіннің ата-анасын тыныштандырады және оларға өзінің жоспарын түсіндіреді. Жоспар бойынша ол Джимнің абыройын көтеруі керек еді. Сенгіш әйел Стивке алғысын айтып қана қоймай, оны күйеу жолдас етіп тағайындайды. Мерекеге дайындық үшін қала сыртындағы үйге келіп, барлығы өздерінің тірліктерімен айналысады. Джим жатын бөлмесіне қамалып алған және Стив сыйлаған ұстараны пайдалана отырып, болашақ жарына керемет нәрсе істеуді шешті. Жақсы еш нәрсе ойлап таба алмай, ол шаштарын терезеден лақтырып жіберді. Осылайша мерекелік тортты құртты. Бұл уақытта Стив Кейденсті аймалауын жалғастыруда және тіпті онымен сүйседі. Бірақ әлде бір сәтте иттің тамағымен қоса неке жүзігін де лақтырып жібереді. Тойға қауіп төніп тұрғанын түсініп, ол жануарды қудалады және оның қашан әжетханаға барғысы келетінін күтіп тұр. Ит өз жұмысын істей салысымен көпшіліктің көзіне түспей, Стив жүзікті ақырын алды. Мишельдің ата-анасы түйіншікті шоколад деп ойлады. Қыздың анасы оларды қатты жақсы көреді және тәттіні жегісі келіп тұр. Бірақ Стив құрбандыққа барып, оны өзі жеп қойды. Пол мұның кәмпит емес екенін біледі, сондықтан шошып кетті. Джим Мишельді әжесімен таныстырды, бірақ кәрі әйелдің қызға батасын бергісі келмейді, өйткені ол еврей емес. Кеш барысында Кейденс Стивтің алдында кешірім сұрады және оған төсеніш бөлмесіне оңашалануды ұсынды. Оның жақындасуды меңзеп тұрғанын түсініп, жігіт тоңазытқышқа жүгірді және шампан бөтелкесін алды. Полды кездестіріп, ол досымен әзілдеседі және қызбен не істегісі келіп тұрғанының барлығын айтып береді. Сөйтсе ол артқы жағында тұр екен және Стивтің мінезіне таңырқаулы. Бірнеше сағат өткесін Стив тоңазытқыш құралын өшіріп қана қоймай, кептіру режимін қосып кетіпті. Соның салдарынан барша гүлдер солып қалды. Көңілдері қалған Джим мен Мишель басқа жермен ойланатын жігітті қуып жіберді. Өзінің кінәсін сезініп, Стив түн жарымда гүл сатушыға барып, той тапсырысын қайталауды талап етті. Қолдың жетіспейтінін түсініп, ол той ұйымдастыруға футбол тобын шақырды. Стивтің бұл әрекеті Кейденске ерекше әсер етті және ол оған екінші мүмкіндік беруге дайын. Полмен кездесіп, Стивлер досын келеке етті, бірақ ол оған ренжімейді, өйткені оның анасымен бірнеше түнді өткізген. Джим күйеу жолдастарды әңгімеге шақырды және олардың әрдайым қасында екендеріне алғыс айтты. Стив оны Кейденс төсекте күтіп жатқанын түсініп, қызбен кездесуге асықты. Қараңғы бөлмеге еніп, жігіт түрткілей отырып сүйіктісін тапты және оның денесіне кішкене көңілі қалғаннан кейін онымен жыныстық қатынасқа түседі. Джимнің әжесін басқа жігіттерге қалдырған Пол мен Кевин оның жоғалып кеткенін байқады және кәрі әжені Стивтің құшағынан тапты. Қанған әже немересінің некесін құптайды және неке қию рәсімінде күлкісін жасырмайды. Іс-шаралық сөзін дайындап, Джим мен Мишель бір-біріне деген сезімдерін мойындай отырып үйренді. Жас жұбайлардың бірінші биінде жігіт сүйіктісін өзінің шеберлігімен таң қалдырды және Стивке мақтаныш сезімін шақырды. Пол Стивлердің анасын кездестіреді және тағы да онымен бірге махаббатпен айналысады. Тойға шақырылған жігіттер Стивтің сексуалды шешесіне сығалауды шешті. Оны Полдың құшағынан көріп, олар оның нағыз еркек екенін мойындады. Осымен фильм аяқталады. Соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздер үшін бұл бірнеше секунд, ал мен үшін 100 000 жазылушыға бастап барар үлкен қадам. Келесі видеода кездескенше.